Жалпы мына жерді түсірсей, мұны қара. Әрдеңе жалпы жылан шақты дейміз, кесір етке шақты дейміз. Малда бірінші очередте қатты температура береді бұл жағдайда. Оған салынатын системаларымыздан міне бірінші салынатын система интоксан. Интоксан организмдегі интоксидацияны реттейді, толығымен қалпына келтіреді. И жағатын майзымыз вишневский майз, кішкене иісі болады. Бірағынан бәрін тез тартып алады. Вишневский майздан жағып отырамыз. Күніне 2 реттен. И обязательно салынатын уколымыздан Дексалайф. Дексалайф қазір саламыз. Посленан жағып болғаннан кейін кішкене системаның арасын уақыт өткізіп барып, Дексалайф себебі уды қайтарады. Уын қайтарып, мұнан ісігін бәрін жинайтын. Ісікті қараса қандай дәрежеге жеткен. Жалпы малдарда бірдеңе шақты, температура берді, жатып қалды, не істесек болады дейтін жағдайларға кеңесіміз осылар. Жалпы өзіміз қолданатын дүниелерді күнделік сіздермен бөлісіп отырамыз. И көп қойылатын сұрақтардың жауабын күнделік салып отырамыз. Жалпы малдарда көп кездесетін жағдайлар осылар ғой. Шағу, қара құрт шағу, жылан шағу, не шағу. Мынау қазір температурасы от болып тұр. Мынау үшін тиген-тигендей қолда еріп кетіп отыр. Қою майыздың өзі. Осы жағып отырылады. Жалпы жылқысы бар достарыңызбен, мал бар достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Мал жаны ауырмасын. Ветбек.